Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев 1845 жылы Семей өңірінің қазіргі Абай ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келген. Абайдың шын аты Ибрахим. Әжесі еркелетіп Абай деп атап кеткен. Абайдың ата тегі, тәрбиеленіп шыққан ортасы тобықтының шыншылпалақ, шұбар төс, ауқатты отбасы болған. Әкесі Құнанбай Аға Сұлтан болыс болса, аталары Өскенбай, Ырғызбай әйгілі атақты билер болған. Болашақ ақын жас кезінен өлең, әңгімеге әуес болып, әжесі Зере мен анасы Ұлжанның аңыз-әңгімелерін бар ынтасымен тыңдайтын. Ауыл молдасынан арабша сауат ашқан Абайдың әкесі оны 12 жасында Семейге оқуға жібереді. Абай Ахмет Риза медресесінде оқыды. Медреседе араб, парсы тілдерін жақсы меңгерді. Шығыс ақындар Физули, Низами, Сағди, Науаи шығармаларымен танысады. Медреседе оқып жүріп, 3 ай Приходская школада орысша оқиды. Жастайынан ел басқаруға араласқан Абай, қазақтың білгірлері, шешендері, ақындары, жыршыларымен жиі кездесіп, өз халқының рухани мәдениетімен ерте сусындайды. Өзі де билер секілді шешен сөйлеуді үйренді. Абай орыстың ақын жазушылары Крыловтың, Лермонтовтың, Пушкиннің, Толстойдың еңбектерін оқыған. Олардың шығармаларын оқи отырып, озық ойлы орыс өнерін, мәдениетін, білімін үлгі. Бұл да Абайдың даналығы. Ақын өз өлеңдерінде қараңғылықпен, надандықпен, кертартылықтармен күрескен. Жастарды білімге, өнерге, еңбекке шақырған. Абай сазгер. Абай қазақтың ән күйін сүйіп тыңдаған Жаяу Мұса, Ақан Сері, Біржан Сал сияқты халық сазгерлерін ерекше бағалаған. Өзі де бірнеше ән шығарған. Абай ойшыл. Абай ойшыл дегенде біздің есімізге қара сөздер түседі. Қара сөздер терең оймен күрделі пікірге құрылған. Қара сөздер көркем әңгіме емес, алайда олардың даналық сөздер, мақала, философиялық шолулар деп қарастыруға болады. Абай Құнанбайұлы қазақ әдебиетіне поэтикалық қуат бітіріп, классикалық әдебиет деңгейіне көтерді. Абай шығармашылығы өз заманының, тіпті бүгінгі күннің де шындығын танып білуге негіз болатын рухани жәдігер. Ол өз дәуірінің шеңберінде ғана қарастырылатын өткінші дүние емес. Заман ауысып, уақыт озған сайын қоғамдық ой санаға әсері арта түсіп, өркендеп, дамып отыратын асыл мұра.